Мен Маяковский атындағы орта мектебінің 8-ші сынып оқушысы Құрманова Толғанаймын. Мен бүгін осы мектептегі волонтерлық эко-жобаны осы ұйымдастырып және оны баяндағым келеді. Қазіргі заманда экологиялық мәселелер бүкіл әлемді алаңдатып отыр. Ауа мен судың ластануы, ормандардың азаюы, климаттың өзгеруі, тұрмыстық қалдықтардың көбеюі, осының барлығы адам әрекетінің салдары. Егер біз бүгіннен бастап табиғатты қорғауға үлес қоспасақ, болашақта бұл мәселелер одан да көп күрделене түседі. Табиғатты қорғау тек мемлекет пен арнайы ұйымдастырудың ғана міндеті емес. Бұл әр адамның, әр оқушының жауапкершілігі. Сондықтан мектеп қабырғасынан бастап экологиялық мәдениетті қалыптастыру өте маңызды. Осы мақсатта біз мектепте волонтерлік эко-жоба ұйымдастыруды ұсынамыз. Жобаның басты мақсаты ол оқушылардың экологиялық санасын қалыптастыру, табиғатқа деген жанашыр көзқарас тәрбиелеу және еріктілік пен мәдениетін дамыту. Сонымен қатар жоба мынандай міндеттерді көздейді: табиғатты қорғау туралы білімді арттыру, қоғамдық белсенділікті дамыту, жауапкершілік пен ұйымшылдыққа баулу, қалдықтарды дұрыс басқару мәдениетін қалыптастыру. Жобаны ұйымдастыру кезеңдері. Бірінші кезең – дайындық пен жұмыстар. Алдымен жобаның тақырыбы анықталады. Мысалы, таза мектеп, жасыл аула, болашақ жасыл қадам. Содан кейін жоба жоспары құрылады. Қатысушылар тіркеледі, жауапты мұғалім мен белсенді оқушылар бекітіледі. Қажетті құрал-жабдықтар дайындалады. Қолғаптар, қоқыс қаптары, көшеттер, күрек, су құятын құралдар. Екінші кезең – негізгі іс-шаралар. Жобаның аясында бірнеше бағытқа жұмыс жасауға болады. Біріншіден, сенбелік ұйымдастыру, мектеп ауласын айналу тазалау. Ең қарапайым, бірақ өте маңызды қадам. Бұл оқушылардың еңбекке баулиды және тазалық мәдениетін қалыптастырады. Екіншіден, ағаш пен гүл отырғызу акциясы. Жасыл желек таза ауаның кепілі. Бір ағаш жылына 10 килограмм көмірқышқыл газын сіңіреді. Сондықтан көгалдандыру табиғатты қорғаудың тиімді жолы. Үшіншіден, қалдықтарды сұрыптау біріншіден ұйымдастыру. Қағаз, пластик және тұрмыстық қалдықтар бөлек жинау арқылы біз қайта өндіруге үлес қоса аламыз. Бұл тұрақты дамудың маңызды бөлігі. Төртіншіден, ақпараттық жұмыс. Экологиялық плакаттар, буклеттер, сынып сағаттары, челлендждер ұйымдастыру арқылы біз басқа оқушылардың да қызығушылығын арттыра аламыз. Жобаның тәрбиелік маңызы. Бұл жоба тек тазалық шарасы емес, оның тәрбиелік мәні өте зор. Волонтерлік қызмет жауапкершілікті арттырады, ұйымшылдықты дамытады, көшбасшылық қабілетті қалыптастырады. Қоғамға пайдалы болуға үйретеді. Оқушылар табиғатты қорғауға өз қолмен үлес қосқанда олардың шынайы жанашырлық сезімі қалыптастырады. Күтілетін нәтижелер. Жобаны жүзеге асыру нәтижесінде мектеп ауласы таза және көгалдандырылған болады. Оқушылардың экологиялық білімі артады. Табиғат жауапкершілік сезімін қалыптастырады. Волонтерлік қозғалыс дамиды. Табиғатты қорғау біздің ортақ міндетіміз. Назарларыңызға рахмет.